Енді бізде демонтаж, монтаж деген нәрсе бар. Менде мына проектіде мысалға осындай замерде осындай үлкен бөлмеде осыны планировка жасау керек. Мысалға кейбір жағдайларда мынандай бөлмелері болады. Клиент айтады, маған ұнамай тұр, басынан жасайықшы дейді. Мысалға да амерный планда, допустим, мынандай қабырғасы бар. Сөйтіп клиент айтады, маған вообще ұнамай тұр, перепланировка жасайық дейді. Ақылдасасыз, сөйлесесіз, мынаны бүйтейік, анау сызып көрсетесіз. Енді сызған кезде басында негізі былай көшіріп алып кеп сызып көрсете бересіз. Бірнеше варианттар, чтобы мына обменный планда қайта өзгерте бермеу үшін. Сөйтіп мына жақта сізге айтады, давайте мына бөлмені былай қосайық, давайте мына бөлмені былай қосайық деп сіз айтасыз. Сөйтіп клиентке бірнеше вариант көрсетесіз. Мына зонасын қайта көшіру шарт емес, зонасын өшіреміз. Екінші вариант, давайте мына сізде кухня студия болады, мынандай болсын, мына қабырғаны вообще бұзып тастайық, сөйтіп былайдан бөлейік деп айтасыз. Енді өтірік сызып жатырмын. Сөйтіп клиент айтады, маған что-то мынау ұнап қалды, осыны істеп берші маған дейді. Короче, сіз айтасыз, хорошо дейсіз да, қайттан обменный планға барасыз да, мына жоқ стеналарды апарып қоясыз. Мына стена бар екен, мына екеуін Ctrl Shift-ны басып, бір углын ұстап, мынаны сол углға алып кеп қоясыз обменный планға. Сөйтіп бұл екеуі енді жоқ қой. Бұны біз новый деп екі стенаны таңдап, маған кіреміз да, классификация, реконструкция, статус реконструкции, новый дейміз, окей дейміз. Сөйтіп мынаны бұзатын болдық қой. Мына стена жоқ. Бұзатын болсақ, мынаны таңдаймыз, қабырғаны таңдаймыз да, существующий дегенді демонтируемый дегенге өзгертеміз. Сөйтіп қараңыздар, бізде астында статус реконструкцияды өзгертсек болады, фильтр дегенді. Сөйтіп демонтируемый көрсет десек, оны көрсетті, мына қабырға бұзылады деп. Мен алдыңғы сабақта кішкене айтып кеттім ғой. Слой ашамыз, создать дейміз да, план демонтажа деп слой ашамыз. Сөйтіп размер таңдап, сол демонтажды таңдаймыз да, маған размер береміз. Менде енді ол өшіп тұр. Мысалға қазір план демонтажаға көшсек, маған размер сөйтіп береміз да, размер бердім. Сосын выноска керек. Выносканы сіздер жасап алатынды қанша рет көрсеттім. Мен копировать етіп әкеле салайын. Сөйтіп мынаны жазамыз. Демонтировать стену деп жазамыз. Сөйтіп жазып қоямыз, болды. Егерде мысалға енді бұл жерде демонтаж менде сәл аздау, сол үшін мен қазір көбірек монтажный түсіндірейін сіздерге ше. Монтажный дегенді ашамын. Мына стена енді бұл проектте негізі жоқ. Мына стена да жоқ. Менде жаңа пустой еді ғой. Мен полный сызып шықтым үйдің планировкасын. Осыны утвердить етті клиент. Мынандай обшить шахту, шахтаны қоршап шығады мастерлер. Мына жерде инсталляция бар. Инсталляция деген не? Ол мына туалеттің, мына менде штриховка ғой. Штриховканы ала тұрайын. Оның астында мынандай қабырға бар. Оның высотасы, менің случайымда 3300. Егерде инсталляция болатын болса, 1200 болады. Негізі мына проект онша келмейді екен, мен қазір дұрыс проектін тауып келейін. Мысалға, мына проекттің қараңыздар. Менде обменный планда мынандай еді. Сөйтіп клиент айтты, біраз нәрсені бұзамыз деді. Мына жерде перегородканы бұзамыз, мына жерде проем ашамыз деді. Ашатын болсақ та, мысалға обменный планды мен қазір көшіріп көрсетейін сіздерге. Мына жерде мысалға мына жерде бізде есік ашу керек. Есікті аламын, 900-дік сөйтіп мына жерге қоямын да, есік ашамыз деді клиент обменный план үстінен. Мынаны таңдаймын есікті. Бұл бізден жаңа элемент, новый деп жазамын. Сөйтіп существующий емес, новый элемент көрсет десек, есік ашылып тұр.
Ол бізде бірақ мына жерде қабырғаны бұзады ғой. Сол үшін ол бізде демонтируемый деп көрсетіледі. Сөйтіп вынескамен шетіне жазып қоюымыз керек. Проем H. Проем для двери H 2200 деп. Есіктің высотасы қанша, сонша жазып қоюымыз керек. Мына жерде мысалы есік үлкейтіледі. Оны қалай жасаймыз? Мысалы обменный планда ашайын. Обменный пландағы есік ол бізде мына жаққа кеңейтіледі. Ол үшін мынаны копировать етіп есікті жылжытамын. Сөйтіп мына есік бізде жаңа есік, новый есік. Мынау бізде ескі есік, демонтируемый есік. Окей деп план демонтажын ашсам, мына бұзатын жер көрсетеді и соғылатын жер мына жақ уже соғылады. Тоя логикасы. Жалпы осындай. Саған мына проектіде біз мыналарды бұздық. Сөйтіп выровнять стену. Мына жерде раздвижная дверь. Каждый момент жазу керек. Душ болатын болса, душтың астында поддон деп мынаны штриховкамен көрсете салдым. Мынандай инсталляция бар. Инсталляцияны фонмен сыздым. Негізі бірақ оның астында қабырға тұрады. Инсталляцияны қалай сызасыздар? Саға сізден мынандай дизайн келсе. Так. Допустим, мынандай унитаз, мына жерде инсталляциясы бар. Үстінде полка, значит, мына жерге дейін стена тұрғызады олар. Гипсокартонмен жабады, инсталляция болады. Оның высотасы 1200. Оны қалай істейміз? Мына штриховка пока тұра тұрсын. Қабырға дейміз да. Бұлай қарай қанша? 1000 ба? Көбінесе 1000 болады. Сөйтіп, мынаның толщинасы 200. Высотасы 1200 болды. Бұл бізде новый элемент. Бірақ новый элемент десек, көкпен сызылып қойып, мен отдельный инсталляцияларды бөлек көрсету үшін үстінен штриховкамен басып шыққанмын. Сол үшін. Бұлай тұрады мені. И қабырғаны арт жаққа шығарып жіберейік. Вот, осылай сызамын. Так, сосын каждый моменттер, мысалға шумоизоляция керек десе, оны да жазасыздар. Шумоизоляция, проем, мынаның толщинасын көрсетесіздер. Монтажный план деген жалпы осы барынша түсінікті қылып жасау керек. Сіз мастер болсаңыз, өзіңіз түсінетіндей қылып жасауыңыз керек. Мастер ертең қайта сұрақ қоя бермеу керек сізге. Жалпы демонтаж, монтаж деген осы. Мына жерде қараңыз, қанша нәрсе жазған. Предусмотреть доступ к коммуникациям, предусмотреть решетку для принудительной вентиляции деп бәрін жазып кеткенмін. Сіздерде по ситуации енді сөйтіп жазасыздар, ол опытпен келеді. Бүтіндеп үйреніп кетесіздер. Так. Болды жалпы. Осымен сабақ бітті. Жалпы негізі полный түсіндіріп шықтым. Так, 3D вид дегендер бар, оны тоже бір сабақ арнаймын. Енді мен 3D видтарды түсіндіретін боламын. Бұл енді уже әсемдік жағы. Сонда да бірақ түсіну үшін керек нәрсе. Мынандай заттарды негізі өздеріңіз қойып кетсеңіздер де болады. Суреттер, мысалы тірек линия қалай қойылады, профилі бар, гипсокартон. Өзіңізді түсіну үшін, мастерді түсіну үшін осыны Google-дан алып қойып кетсеңіздер болады. Мынандай плинтус скрытого монтажа мынандай болады деп вагон метрін жазып кетсеңіздер дұрыс, сразу түсініп отырады. Так, енді 3D видті қалай жасаймыз? Мынандай 3D видті қалай жасаймыз деген сұрақ. Бізде мысалға басында обменный план, расстановка мебели бар ғой. F3 бассақ, сразу 3D видқа көшеді. Алыстатамыз. Мына план наяққа кетіп кіреміз. Сіздерде так, вид параметры 3D вида сіздерде перспектива деп тұрады. Осыны аксонометрияға ауыстырамыз. Ауыстырған кезде жаңағыдай шетке кетіп қалады бүйтіп ше. Алыстатып, тауып алып, қайтып жақындаймыз. Сөйтіп,
Bizde sizlerde mындай перекрытие болмауы мүмкін, басында сіздерде осылай тұруы мүмкін. Енді бізге қайсысын нені көрсетеміз, соны таңдаймыз. Мысалға, новый элемент емес, демонтируемый элемент көрсетуіміз керек па? Мебельдің слойын жабамыз. Сөйтіп біз бірінші полды сызып алайық. Ол үшін перекрытие таңдаймыз. Потолок емес, перекрытие дегенге көшіреміз. Сөйтіп высотасы бізде 0 и асты, допустим, 200 болсын. Сөйтіп үйді бүйтіп показать слой деп бүйтіп не сызып шығуларыңыз керек та контурмен. Менде тез болу үшін бүйтіп сызасылайын. Конструктив перекрытие деген ешқандай слойда көрінбеу керек. Негізі сіздерде сол үшін мен бұны істеп жатырмын. Тек 3D видті ашып қоямын да. Вот, енді давайте мен торлап шыға салайыншы, несі онша емес көрініп қалады екен. Минус. F3, міне. Енді бізде обменный планда осындай бетон болып тұрады. И мына жерде демонтируемый элементі деп осылай көрсетсек болады үйді жалпы көрінісінен. Немесе мына бөлмені ғана көрсетсек болады. Мына қабырға бұзылады деп ше. Оны қалай жасаймыз? Оны негізі бұны осылай Ctrl F8 деп план демонтажға келіп, 3D видқа келіп, Ctrl F8 деп бұлай қоя салсаңыздар болады. Заголовогын алып тастайсыздар, кішірейтесіздер. Заголовогын параметрі, заголовок нет заголовка болды, үсіп қоясыздар. Мына жерде бір параметр бар. Так, қайда? Прозрачный фон деген бар. Қойсаңыздар болады, қоймасаңыздар болады. Үстіп қоя саласыздар. Мына жерден 20 деп мысалы үстіп қоясыздар. Екінші әдісі, мынаны кесіп тек осы бөлмені қойсаңыздар, мына ситуацияда енді түсініксіз болуы мүмкін. Мен оны сіздерге неде көрсетейін, монтажный планда көрсетейін. Новый элементті көрсет дейміз, мындан барып соғылады. Мысалға енді бір ескеретін жайт, мышканың оң жағын басып, параметр 3D проекция кіресіздерді, мына сандар 0, 90, 180, 270, 360 деген сандарда тұрса әдемі көрінеді. Менде мысалы 281 деп тұр, 270 деп жазамыз. Қашып кетті, алыстатам, тауып алам міне. Сонда мына сызықтар вертикальный. Барлық жерде вертикальный, мына сызық, барлығы вертикальный, әдемі болып көрінеді. Енді мынаны shift-пен алып ұрсақ болады. Қай бөлмені көрсетейін сіздерге? Мысалға, мына жерді көрсетейін сіздерге. Мына жерді бөлек қалай жасалатын мастерлерге көрсетуім керек. Оны қалай жасаймыз? Бүйтіп примерно қойып алайық. Параметр 3D проекция кіреміз да. Мынау қанша? 301 ма? Бұл 270-ке жақын. 270-ке жақын алыстатамыз, жақындатамыз. Жода 360 деп қоямыз ой деймін. Параметрі 360. Алыстатамыз, жақындатамыз. Осылай дұрыс болады екен. Енді қалай жасаймыз? Мына жағын кесейік, мына жағын кесейік, дұрыс па? Оны қалай кесеміз? Мына жерде көз бар, көзді басамыз. Сөйтіп, эскейтті басып шығамыз да, мына қайшыны, қай беттен кесеміз? Мына қайшыны басамыз, мына беттен кесейік. Мына қабырғаның тұсынан, міне. Тағы несі кесек болады, ше? Чуть-чуть. Міне. Енді сосын астынан кесеміз, бері қарай. Ол астынан көтеріп жатыр. Значит, ол дұрыс емес. Былай бұрамыз да, мына беттен деп, мына беттен былай кесеміз. Мына қабырғаны кесіп тастаймыз. И мына беттен мына қабырғаны тұсына ше. Әдемі болды, я? Завершить дегенді басамыз. Әдемі болды. Мына беттен мына қабырғаны кесейік. Мынаны басамыз. Алып келеміз. Завершить. Болды. Осылай. Енді былай қойып аламыз да. Мышканың оң жағы параметрі 3D проекции. И 0-ге жақын болып тұр. 0 дейміз. Вот.
уже kesilib әдемі болып тұр, қарайып kesilib. Осыны Ctrl F8 деп, мынау қандай план демонтаж бар? Монтажға кіріп аламыз. Қайттан 3D-ға кіреміз да. Ой, мынау қандай болып кетті? Осыны чуть-чуть былай қойып алайық. Енді барып параметрі мынау 0. Қайттан кетіп. Вот енді осыны алып Ctrl F8 деп монтажға қоямыз. Сөйтіп былайнан кесеміз. Нет заголовка. Сөйтіп 50 дейміз. Алып келеміз. 50 емес, 20. Сөйтіп мына жерге қойып қойсақ. Немесе монтажный планнан кейін 3D вид монтажного плана дегенге қойсаңыз да болады. Мен мына жақта қараңыздар. Отдельно разверткіден бөлек сызып кеткен размерлерінше, чтобы түсінікті болу үшін. Немесе 3D-мен көрсетсеңіздер де болады. Мен бұл ситуацияда екеуін де жасағанымда уақытым көп болған. Енді 3D вид монтажного планада менде барлық общий вид тұр. Мына инсталляциялар көрдіңіздер ме? Жасылға боялып тұр. Мыналар гипсокартон. Мынаны қалай мен жасылға боядым? Оны да түсіндірем. Мынаны Ctrl X деп вырезать етіп 3D видке әкеп қойып, саған мынау бізде жоқ та. Мынау үлкейтіп қоямыз мынаны. Сөйтіп, мына текстпен жазып қойсақ болады. Бұл прихожая деп көрсетіп қоямыз. Шрифтін үлкейтеміз 5. Сөйтіп, қай жерде бар? Менде енді егер бір жерде ғана болатын болса, онда өйстіп жазып қоясаңыз болады. Немесе егер сізде бүкіл үйде көп болатын болса, осындай жалпы 3D вид көрсете салған оңай болады. Енді мысалға сіздер қазір 3D-ға барып, мынаны басып, мышканың оң жағымен удалить все плоскости сечения деп бассаңыз, қайтадан орнына келеді. Енді қараңыздар, мына жақта менде көп, ал мына жақта жасыл. Неге дейсіздер? Қалай істедің деп сұрасаңыздар, мен мына екеуін таңдадым да, мысалға архикатта жасыл қылып бояу деген. Мына енді мыналар неге жасыл емес, просто мен мынаны көрсет, жаңа заттарды көрсет деген соң барлық жасыл болып кетті. Енді мен новый элементы деп көшірем. Мыналар көп болып кетті. Мыналар жасылға бояу үшін екеуін таңдаймын. Екі инсталляцияны сөйтіп статус реконструкцияда существующего өшіріп тастаймын. Себебі мен оларды қазір жасылға бояймын. Менде мыналар қазір кафельдің цветімен тұр. Кафель емес, зеленый дегенге көшіремін да. Мынаны да зеленый дегенге көшіремін да. Сөйтіп Ctrl F8 бен бұны қойып аламын. Сөйтіп қайттан кіремін да. Ctrl Z емес. Кіремін да 3D-ға барып, мына екеуін қайтадан кафельге көшірем. Камин-Карарский дегенде тұрды ғой. Сөйтіп классификациясында қайттан жаңа қылып қоям. Себебі ертең обмерный планда қайттан пайда болып кетпеу үшін. Сол үшін. Сөйтіп қайттан орнына әпке қоям. Зато менде мына жақта 3D видта олар уже жасыл болып тұр. И өйткені менде мына жақта инсталляция жасыл деп жазылып тұр ғой. Сол үшін бол. Сол ғана. Несін апцайсыздар, заголовогын кішірейтіп қоясыздар. Жалпы бол. 3D вид деген осы. Расстановка мейвелитеде де 3D вид қойсаңыздар болады. То же самое 3D-да новый элемент емес, планируемый состояние болады уже. И Ctrl-L-ді басып, мейвелдің слойын ашасыздар. И негізі плита емес, Ctrl-L перекрытие. Сіздер жаңағы полда стриховкамен емес, мен жіберем деп айттым ғой полдың планында ше. Соның перекрытиясымен сызатын болсаңыздар, сіздерде сразу мен на проектте олай істемеппін ғой, оказывается. Извиняюсь. Онда қайттан перекрытияны ашамыз. Егер сіздер бірақ полда сразу перекрытиямен сызатын болсаңыздар, сіздерде сразу көрініп тұрады. Мынаны енді аламыз да, несін
дерево деп көшіре саламыз ғой. Дерево 03 болсын. Вот. Енді прям визуалдағыдай бірдей болу шарт емес, но жалпы пол ламинат екені түсінікті болып тұрады. Егер желанияңыз болса, уақытыңыз көп болса, мынаны бүйтіп жылжытып, мына жерге шейін кафель ғой, мысалға менде проектіде ше, мына жерге тағы да бір перекрестие сызып, оны камин деп көрсетсеңіздер болады. Сөйтіп Ctrl F8-ді басып, мына жерге әкеп қоя саласыздар ғой. Болды сонымен. Расмдық мебелидің примерно 3D виді көрінеді. Қалған енді өздеріңіз для себя ізденіп, Инстаграмнан, Ютубтан сіздерге советую. Көп дизайнерлерге подписка жасап, архикад жасайтын курстарға подписка жасап, лайфхактарды ізденіп, Ютубтан ізденіп жүрсеңіздер, постоянный рост боласыздар. Ал егер де тек қана осы курспен тоқтап қалсаңыздар, сіздерден ештеңе дамымайсыздар, былай айтқанда ше. Мысалға мынаның бәрін маған үйретпеген басында, өзім шұқыланып жүріп үйреніп алғанмын 3D видтің бәрін. Мен досыммен бірге үйрендім. Екеуміз бір-бірімізге білмеген нәрселерімізді, мынандай таптым, сен мынандай таптың деп бір-бірімізге айтып, солай дамыдық енді ше. Мысалға жаңағы розетканың спецификациясын досым тапқан. Ал мына карта видовты TC слойды ашуды, бұны мен өзім ютубтан орыс каналдан тауып алғанмын. Сондайларда қосымша мысалға әдемілік, қандай әдемі 3D вид жасауға болады деп ютубқа жазсаңыздар, шығады орыстардың видеосы. Біз өздеріңіз ізденіп әдемі қылып жасап, бұдан да әдемі қылып жасап алсаңыздар болады. Бұл енді менің подходым, менің почеркімді. Сіздер де солай ізденіп, өздеріңіздің почерклеріңізді жасауларыңыз керек. Сонымен бітті курс негізі. Қосымша моменттер, өзім жаңа нәрселер тауып жатсам, YouTube каналыма салып отырамын. Қарап, тексеріп жүріңіздер. Жақсы, рахмет.